Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақ тілі тағы да қорланды. Шовинистер бұл жолы қазақ тіліне түкіргені бар екенін айтып ағынан жарылды. Тоқаевтың қазақшасына 3 деген баға қойған шенеунік кім? Италия ғалымының қазақтар бейшара халық деуіне не себеп болды? У беріп өлтірілген Мұстафа Шоқай не үшін жылап жіберді? Бұл сұрақтардың жауабын сізге көрген дұрыс. Қадірменді көрермендер, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, бар болғаны 15 секундымызды қиып, видеомызға лайк басып арнаға тіркеліп, қасында шыққан кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетулеріңізді сұраймын. Еңбекменен шабыт беру сіздерден ағайын. Қазақтың тәтті нанын жеп, бірақ тіліне түкірген иттер күннен күнге өршіп барады. Мына екі болмағыр бәтшағарлар Қазақстанда тұрып қазақ тілін білу міндет емес дейді. Бұларға қатаң заң қолданбай бізге де тыныштық жоқ. Негізі бұндай орыстың итаршылары біздің қоғамда самсып жүр. Қытығына тисең қауіп алатын қаупі бар. Әй бірақ деймін да, орысқа не үшін өкпелейміз? Өзіміздің өкше жалағыш орыс құлдар өріп жүргенде. Бір ғана дәлел. Біздегі сенат депутаты Алтынбек Нұхұлы сенат отырысында былай деп аһ ұрды. Әлеуметтік зерттеулер бойынша еліміздің азаматтардың 53% ғана қазақша еркін сөйлеп жаза алады. Ал енді қалғаны 30 жылда 30 ауыз сөз үйренбесе, тіпті ниеттенбесе оған кім кінәлі? Ел президенті алдымен ниет болу керек деді. Сондықтан қажеттілік туғызатын тетік керек. Оның айқын дәлелінің біреуі мынадай. Құнанбай заманындағы құнарлы тілден айырылудың алдындамыз. Енді Абайдың тілінен ада, Мұхтардың тілінен махрұм болмақпыз ба? Бүгінде шұбарлана бастаған дүбәра тіліміз қазақтығымызға сын екенін қашан түсінеміз? Депутат болған Айтал ағамыз айта-айта аялдады. Шын жанашыр Шерхан ағамыз шырылдап шерменде болып өтті. Бәркем дүниесінен бір артық дүние жасайтын уақыт келмеді ме деген сауал сұранып-ақ тұр деді депутат. Оның айтуынша, бүгінгі күні қазақ халқы саны жағынан өсіп, 80%-ға жақындаған. Мұның нақты жауабын алдағы жалпы халықтық санақ көрсетеді. Соған сәйкес еліміздің әр азаматы қайда барса да, алдына қазақ тіліне деген қажеттілік шығуы тиіс. Сонда ғана қазақ тілін еліміздегі қарым-қатынас тіліне айналдырамыз. Сөзімді аяқтай келе айтарым. Қазіргі балаларды смартфон, әлеуметтік желілер қатты әсер етіп, тәрбиелеп жатыр. Ана тілін үйренбек түгілі жүргектегі балалардың тілі басқа тілде шыға бастады. Бұл ұлт қауіпсіздігі үшін аса қауіпті деді сенатор. Ал денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахметов көпшілік алдында ашық сұхбат беру барысында тікелей Тоқаевтың қазақшасын сынға алды. Ол кісі өз сөзінде: мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақшасына көңілім толмайды. Бағамен бағаласақ 3 деген баға қояр едім. Орташа баға 3,5 емес, 3 деген баға қоямын. Соны нақтылап жеткізіңіздерші, деді шенеунік. Бағдат мырза мемлекет басшысына ғана емес, басқа да шенеуніктердің де қазақшасына риза емес. Жалпы депутаттардың халыққа жақын емес екенін де ашына жеткізді. Италияның қазіргі заманғы кәсіпкері Реналио Гаспирин: мен әлемнің 141 елін аралаған адаммын. Солардың ішінде өз мемлекетінде, өз тілінде өмір сүре алмай отырған бейшара халықты көрдім. Олар қазақтар деп жазыпты. Рас, бейшарамыз. Бейшаралығымыз соншалық. Бүкіл жазушылар одағы болып, бүкіл халық қалаулылары жиналып, марқұм Қабдеш Жұмаділов, Мұхтар Шаханов, Дулат Исабеков, Исраил Сапарбай сынды исі қазақ баласы еле қарайтын ақындардың да адуынды өтініштері президенттің құлағына жетпеді. Жетсе де артына қыстырған жоқ. 30 жыл өтті. 30 жыл. Биліктегілер ана тілінің арынын арттырса, халықта қарап қалмас еді ғой. Жапон тарихшысы Никита Юко да біз туралы дұрыс пікір айтқан. Ол өзінің сүйікті нөтер сөзінде: тарихшы ретінде айтатын болсам, маған қазақтар өзінің ұлттық ерекшелігін, тілін жоғалтып алған халық секілді болып көрінеді. Сіздер адасқан, жолынан жаңылып қалған халықсыздар меніңше. Халықты әдейіне қасақана тарихи жадынан айырып тастаған сияқты. Әйтпесе есі дұрыс адам ана тілінен гөрі орысша білген дұрыс деп сұрай ма? Бұл абсурд. Тамырынан ажырап қалған, не істерін білмей аласұрып жүрген халықтар ғана осындай сұрақ қояды негізі. Тіл мәселесін біржолата шешу үшін халыққа тарихын оқытып, халықты ұлтты соған ынталандыру керек деп аяқтады ол өз сөзін. Қасақана у беріп өлтірілген жарықтық Мұстафа ағамызда бәрінің өз тілінде сөйлейтін мемлекеті бар. Менің мемлекетім қайда деп ашынғанда естен шығарған жоқпыз. Мұстафа ағамыз өз күнделігінде
Қазақстанға келгенде кейбір кемшіліктерді көріп қалдым. Ренжімесеңіздер айтайыншы. Елге келген уақыттың ішінде көптеген жерді араладым, бауырларымызбен кездестім. Сөйтсем көптеген бауырларым тіл білмейді екен. Біз тіл білмейміз деп жүрсек, Қазақстанға келіп үйренеміз деп жүрсек, осы жердегі қазақтардың өздері тілден айырылып қалыпты. Ендеше біз кімнен үйренеміз? Тіл өте күшті нәрсе. Тіл жоғалса, ел жоғалады. Дін де солай. Дінімізді жоғалтып, Құдайымызды танымасақ, мұсылмандықтың шарттарын ұмытсақ, біз онда әкемізді де, шешемізді де сыйламаймыз. Дәстүр ұмытылса, осы дәстүрді бізге жеткізетін бабалар да ұмытылады. Тіл, дін және дәстүріміз бір болуы керек. Бізден кейін де ұрпақ қалады. Оларда кінә жоқ деген еді. Бүгінде Өзтүрік бастаған жолда 11 мың спортшы бар. Тек барды кезінде қадірлемедік. 1995 жылы Мұстафа жұмбақ жағдайда бақилық болды. Бейресми ақпараттарға қарағанда спортшыға у берілген. Бұған қатты ренжіген анасы ұлының сүйегін Қазақстанға жерлетпей, кері Түркия топырағына көмген еді. Енді Мұстафа Шоқай туралы қызықты ақпараттарды келесі видеомызда міндетті түрде баяндап, не үшін, қалай өлгенін толыққанды айтатын боламыз. Тақырыпқа қайта оралайық. Суық ақылымен қарасақ, қазіргі Қазақстан үшін қазақ тілі проблема болып отыр. Заңның тілі, технологияның тілі ретінде орыс тілі орнығып алған. Өзін адам сезіну үшін кез келген қазақ орысша білуге міндетті. Орысша білмейтіндер өз ортасында қамалып, олардың көптігінен қорқып, енді орыс тілділер де өз ішінде тұйықталып, нәтижесінде қоғам үнсіз түрде екіге бөлініп отыр. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болған үшін ғана, сол заңның шеңберінен шықпау үшін ғана жыл сайын қаншама қаражат жұмсалады. Яғни бүкіл ресми сөздер екі тілде жазылады. Көшедегі нұсқаулықтар, хабарламалар, ақпараттар. Әр жұмысты істеген сайын оны екі жұмыс секілді етіп орындау керек. Елді басқарып отырған адамдар үшін орыс тілі жеткілікті, ал қазақ тілін амалдың жоғынан ғана қолданады. Қазақ тілінің алдында үш жол ғана тұр. Бірі өлу. Бірі осылай шалажансар күйде өмір сүре беру, үшіншісі сауығып кету. Тілерім, қайдағы бір жұлдызсымақтардың ішкені мен жегенін, кигені мен сүйгенін тамашалап, сұрықсыз, құнары жоқ вайнерлердің видеоларын көргенше көкейге қонымды, санаға сапалы қорек беретін біздей жастардың көрілім санын көбейтіңіздер, арнаға тіркеліңіздер, туыс-туған, ағайын жұрт, көрші-қолаңдарыңызбен бөлісіңіздер. Көкіректеріңізге білім мен ғылымның шамын жағып, теңіздің тамшысындай пайдамызды тигізу біздің басты мақсатымыз. Қоғамда болып жатқан жат құбылыстарды, тіл менен дінді, салт дәстүр мен әдебиетті, сіздер естіп көрмеген тарих пен саяси ақпараттарды, ғылыми жаңалықтарды мейлінше тәуелсіз көзқараспен насихаттайтын боламыз. Сіздердің жүрек жарды пікірлеріңіз бен лүпілдеріңіз бізге шексіз шабыттар сыйлайды. Еңбек қашанда бізден, шабыт беру сіздерден болады ағайын. Арна авторы жас тәуелсіз журналистердің бірі Бағжан Бақбергенұлы. Сіз үшін көрген дұрыс арнасы.